Тағы да көрсететін келесі зат, мысалы, бір аудиодорожка алайық. Аудиодорожка, яғни reference. Кешіріңіздер, бұл жерден темпоны алып тастайық. Tempo match off. Қайтадан саламыз. Минусты мен мысал ретінде алдым. Сіздер бұл reference track деп ойлай берсеңіздер болады. Мысалға, reference trackке кіреміз. Routingті ашамыз. Ол жерден master sendті алып тастаймыз. Және add new hardware output таңдаймыз. Ол жерге output 1 мен 2-ні шығарамыз. Аналог output 1-2. Және mute қосамыз. Мысалға, біз сведение, мастеринг немесе аранжировка жасап атсақ, бізде reference track болса, соған ұқсатып reference trackті автоматикалық түрде тыңдай беруге болады. Қосымша программаларсыз-ақ. Мысалға, бізде мастеринг жасаттық деп ойлайық. Шамамен мастеринг бар. Егер қарап отырсаңыздар, біздің reference track мастер каналдан өтпейді. Көріп отырғандарыңыздар, мастер каналдың анализаторында ешқандай қозғалыс болып жатқан жоқ. Келесі біздің жасап жатқан өлеңімізді тыңдайық. Бұл мастеринг, сведение немесе аранжировка жасаған кезде өте ыңғайлы. Не үшін? Өйткені сіздің жасап атқан проектіңіз біздің мастерингке барады, ал reference track мастерингтен өтпейді, өзінің бастапқы қалпындағы дауыс қаттылығын сақтайды. Бұл жерде біз reference trackте дауысын баса аламыз, немесе фейдерден баса аламыз, және қалаған эффекттерді салуға болады. Мысалы, mix checkerді салайық, reference trackтің инсертіне және қосамыз, және өзіміздің мастеринг тректен де mix checkerді қосайық, және тыңдауға болады. Дәл сондай қылып, әрбір имитацияларды тыңдап шығуға болады. Бұл өте ыңғайлы және тез, және қосымша программа талап етпейді.